Болашақ аналар, жастар, жас келіншектер, егер сіз жүкті болсаңыз, енді босанатын болсаңыз, сіздерге кеңесім, егер де сіз жүктіңіз қиын өтіп жатса, жаңағы қиын жолмен балаңызды босансаңыз, немесе ол жаңа балаңыз кіндікке оратылып көгеріп туылса, немесе қысылып көгеріп туылса, қандай да жаңағы туылған кезде қандай да бір қиындықтармен туылған болса балаңыз, ол балаңызға жаңағындай прививка салдыруға жаңағындай отказ беріңіздер. Балаға болмайды, көгеріп қысылып туылған балаға прививка болмайды. Ол қысылып туылған кезде кислород басына жетпейді, и жаңағындай қиын туылғаннан кейін жаңағындай сіз невропатологқа барасыз, емдетесіз балаңызды, бірақ невропатолог рұқсат бергенменен сіз оны салдыртпаңыздар. Ол түбімен, тамырымен емделмейді дәрі-дәрмектерші. Сол үшін прививкадан отказ беріңіздер. Өйткені бала толығымен емделмейді. Бала, наоборот, прививка алған сайын бала оны көтере алмайды. Қазір прививканың барлығы Қытайдан келген. Кейбіреулер жаңағы прививканың уақыттарын өткізіп алып, бір прививка салдыруға баратын кезде бірден екі қолына да, екі қол жағына да салып жібереді, и бала оны көтере алмай кішкене ауырып қалады. Сол үшін часто ауыра беретін болады. Неменеге ауыра береді деп не істей бересіз, кішкене тәуір болады, тағы да прививка саласыз, тағы да ауырып қалады. Сол үшін прививканы вообще салдырмаңыздар. Егер балаңыз дені сау болып, жақсы туылып, невропатолог бәрі жақсы деп жатса, сол кезде егер қалауыңыз бар болса, балаңыз үшін іштей өзіңіз тыңдаңыз, прививка салдырайын ба, салдырмайын ба деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Жоқ, керек емес деп жатса, салдыртпаңыздар. Өйткені ананың жүрегі, ананың іштегі ойы, сөзі білдіреді баласының не керек екенін. Егер қорықсаңыз, салдыртқыңыз келсе, салдыртыңыз, егер балаңыз дені сау болып туылса. Егер де қандай да ақауменен туылған болса, балдарыңызға ешқашан салдыртпаңыздар. Өтініш сіздерден, балдарыңыздың өмірін жаңағындай денсаулығына зиян келтірмеңіздер. Сіз олар айтуы мүмкін, прививканы алу керек, неше түрлі жаңағыдай врачтар и медсестралар сізді көндіруге тырысады. Қазір көбісі айтады да, сіз прививка алмасаңыздар, жаңағы түсініктеме жазыңыздар, не үшін алмайды, себебін айтсын депші, тырысады салдыртуға. Бірақтан өзіңіз тыңдаңыздар. Мен жаңағындай 3-ші ұлымда ол балам қысылып көгеріп туылды да, и жаңағындай невропатологқа бардық, емін алдық, рұқсатын бердік. Прививка алып жүрген кезде бала ауырып қала береді, и температура көтерген кезде судорога береді. Бір емес, 2 рет судорога беріп, бала талып қалды қаттыға. Мен өзім қатты шошып кеттім. И содан кейін ауыра бергеннен кейін мен отказ бердім прививкаге. Біз отказ бергенде бізге невропатолог неге остеопатқа направление берді, остеопатқа барыңыздар деп. Ол бала жаңа отыра алмайтын, басын көтере алмайтын, кеш дамып солай не істеді. Сосын сол остеопатымыз айтты, прививка вообще алдыртпа балаға деді. Ол балаға кері әсер етеді, ол түбімен емдемейді, ол дәрілердің барлығы деді. Содан кейін мен жаспын ғой ол кезде. Нен дұрыс, нен бұрыс екенін білмеймін, айтқандарын жасап жүре бергенмін. Содан кейін барып сол баланы остеопатқа, лечебный массаждарға барып, балам басын көтерді, отырды, сосын жүріп бастады. Мен прививкалерден отказ бердім. Қазір жақсы, бірақтан балам әлі күнге дейін өз қатарынан кеш дамылғаннан кейін сабақты дұрыс қабылдай алмайды сабақтардан. Әлі күнге дейін жаңағы логопед, дефектолог, психологқа көрінеміз. Біз кішкене агрессивный бала. Өйткені бала жатырда болған кезде ана өзін жаңағындай жақсы сезіну керек, жақсы жаңағындай аз тамақтарды ішу керек, жаңағы пайдалы азық тамақтарды ішу керек, жаңа көңіл күйі көтеріңкі болу керек, өзін жақсырақ көбірек демалу керек, бір өзін жақсы сезініп жүру керек та. Ал мен
тұрмыста болған кезде ол кезде бізде көп ұрыс керістер болды да, көп негативті нелер. Мен жазып оның бәрін көріп өстім. И мен қорқып қалдым, ондай ұрыс көріс бола бергеннен кейін. И мен ойладым сол кезде, мен балам осыдан кейін дені сау болып туылады ма деген сияқты сондай бір ой болып қалды да. Сол қорқып қалғаннан кейін өзімді сездім. Кейін сол үшін барынша бала көтердіңіз ба, барынша жаңағы негативті жерлер болып жатыр ма, түсіндіріп, ескертіп айтыңыздар. Сіз айтпасаңыз оларға бәрібір, олар ұрса береді, қырылса береді, немесе сізге айтып, аузына келген айтып ұрсып, сізді жылата береді. Көп стресс, депрессияға кіріп кетуіңіз мүмкін. Стресс, депрессияда жүрген ана, ішіндегі жадырдағы бала, соның бәрін ішіне сіңіп, жаңағы негативті установкалардың бәрі сол балаға өтеді, өтіп кетеді ол. Сіз оның бәрін көресіз, сезінесіз, оның бәрі балаға өтеді. И бала ол стресс, депрессияда болған кейін бала орын таппағаннан кейін қимылдап жаңағы кіндікке оратылып қалады бала. Орын таппағаннан кейін маған солай деп айтты, осы жаққа түскен кезде балаңыз кіндікке оратылып жатыр деп. И мен часто шаншып ауыратын ішім. Сол кезде айтатыны, неге ондай деп сұраған кезде, көп стресс, депрессияда жүрсеңіз, бала орын таппағаннан кейін айналып қозғалып сол кіндікке оратылып қалады деді. Менде 2 балам сол кіндікке оратылып туылды. Менде қазір 5 балам бар. Аллаға шүкір, Алланың бергені. И 4-ші балам кіндікке оратылып туылды. Ол балам тоже көгеріп туылды. Кіндікке оратылып туылды да, бірақ. И ол баламды да тоже емдетіп, не істеп жүрдік. И жаңағындай балам тоже привканы алдырмасаңдар болмайды. Жаңағы қазір неше түрлі аурулар жүріп жатыр, бала оны көтере алмай қалуы мүмкін деп сөйтіп айтқаннан кейін мен қорқып қалдым да, привка алу керек шығар деп ше. Содан кейін алып, мен негізі отказ беріп жүргенмін. Алдырмай қояйыншы, мен балам осындай болған еді, может осы баламды осындай болып қала ма деп қорқамын деп сөйтіп айтқан. Олар жоқ, жаңағы қазір қандай неше түрлі ауру бар, оны бала әлсіреп тұрған кейін оны бала көтере алмай тез шектеніп, жаңағы ауырып қалуы мүмкін деп, зиян болуы мүмкін денсаулығына деген соң, мен қорыққаннан кейін тағы да алдырта бердім. Сол 1-2 рет алдырттық, тағы да мен балам 4-ші ұлым не істеді, привка алған сайын балам ауыра берді, әлсіреп ауыра беретін. Содан кейін привканы отказ бердім. Балам кішкене толықтау, жақсы жаңағы энергичный, көп ойнап не істеп жүреді. И жаңағындай қазір бірақ 4-тен асты, 4,5-да балам жаңағы анық сөйлей алмайды. Біз ПМБГ-ге барған кезде айтты, бізге жаңағы туылған, жатырда болғанда, туылғанда, сосын привкында тоже алғаннан оның барлығы балаға әсер етеді дейді, соған да болуы мүмкін деді. Қазір сол балам, қазір біз жаңағы очередьке тұрдық, неге логопед, дефектолог, психологқа баланы жаңағы дамыту үшін. И жаңағындай 5-ші қызымда ол да кіндікке оратылып туылды. Енді біз жазбыз ғой, жаңағындай балдарға ашуланып нервы жетіп қаламыз, жүйкемізге тиеді, бір қатты жаңағы тамағы андай жер кезде тоже жаңағындай қатты қиындау, әлсіреп, бір қиын андай жүктілік әркімде әртүрлі өтеді. Сондай кездерінде бала жаңағы тоже. Қазір қызым кіндікке тоже оратылып туылды. Мен жаңағындай бізге жаңағы кіндік оратылып туылғанменен дені сау бала болып туылды. Привка ешқандай алдыртқан жоқ, тек қана роддомда ғана өздері салады, соны ғана алды. И мен жаңағы 1 жылдай ауыра берді да балам. И бізге шақырта беретін, дені сау болғанда алып келіңіз, привка саламыз деп. Жарайды, иә деп жүрдім да, мен жаңағы 1 жылға дейін жаңағы дені сау болсын күтіп жүрдім. Бірақ та мен ойладым, балам ол не үшін ауыра береді, не үшін не істеді. Ойлағаннан кейін балам егер ауырып жатса, оған салдырмайды привка. Часто ауыра бергеннен кейін жоқ, мен салдыртпаймын деді. Бұл белгі шығар, что балам часто ауыра бергеннен кейін мен оны салдыртпаймын деп шешім қабылдап, жаңағы полностью түсініктеме жазып отказ берген привкаге.
қазір құдайға шүкір менің қызым дені сау, садикке барады, өз қатарменен ойнап жүр, бәрін түсінеді, шашыңды көрсет, басыңды көрсет, құлағың қайда, мұрның қайда, қолың қайда десе бәрін көрсетіп, қазір кішкене сөйлей бастады. Қызым 2 жас 1 ай болды енді ғана. Сол айтатыным, ескерту ретінде айтып жатырмын. Жүрегіңізді, жаныңызды тыңдаңыз. Егер сіз балаңыз үшін уайымдап тұрсаңыз, балаңыздың денсаулығы үшін, егер балаңыз дені сау болып туылса, егер сіз салғыңыз келсе, прививка салдырыңыз. Егер де іштей қаламай тұрсаңыз, салдыртпаңыздар онда. Балаңыз жаңағындай табиғи түрде өзі өсіп, өніп, жаңағы Алла Тағала өзі көмектеседі. Алла Тағала өмір берді ма, Алла Тағала өзі жаңағындай денсаулық беріп, шипасын береді. Сол үшін барлықтарыңызды баланың денсаулығына қараңыздар. Егер де балаңыз қаттыға ауыра беретін болса, дұға жасаңыздар. Ананың дұғасы қабыл болады. Егер намаз оқитын болсаңыз, күнде таңғы намаздан кейін қолыңызды балаңызға қойып, жаңағы сүрелермен, дұғалармен дұға жасап, өзіңіз де іштей айтып, балаңызды солай энергетикалық тұрғыда балаңызды емдетіңіздер. Дәріменен де, энергетикалық тұрғыда қолыңызбенен де емдеңіздер балдарыңызды. Ананың дұғасы қабыл болады. Сол үшін баршаңызға сәттілік, пайдалы болса, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, парақшаға тіркеліңіздер. Рахмет.